Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, әдемі, дәмді, тез әрі оңай, қамыры да керемет әдемі болып шығатын Гүл ханымның рецебімен бөлісетін боламын. Алдын ала керекті заттар бізге қима ет, яғни 4 пиязды ұсақтап турап, 1 картобымызды да ұсақтап турап алдым. Осылайша қарабұршымызды қосамыз. Тұз саламыз. Тұзымызды салып, 2 шай қасық, яғни кепкен укропымыздан салып, қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Фаршымызды, яғни етімізді дайындап алдық. Енді біз қамыр жасайтын боламыз. Фаршымызды шетірекке қойып, яғни құрғақ ыдысымызға 1 кесе жылы су керек болады. Яғни 1 шай қасық тұз салып, қасығымызбен жақсылап араластырып жібереміз. Яғни ұнымызды осындай електен өткіземіз. Кішкене тағы салып жіберемін. Ұнымызды салып, яғни қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Осылайша қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Яғни қамыр орташа көлемде болып шығу тиіс. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды илеп алдым. Осылайша енді біз 30 минутқа немесе 20 минутқа тұндырып қамырымызды яғни жаятын боламыз. Қамырымыздың үстіне осылайша ұнымызды сеуіп отырып, қолымызбен басып, яғни осылайша оқтаудың көмегімен басып отырып қамырымызды жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұқа болу тиіс, яғни Гүл ханымдарымыз сонда әдемі болып шығады. Екі шетін басып отырып жаямыз, себебі қамырдың екі шеті қалың болмау үшін, яғни қамырды кесіп алдым. Осылайша әркім өз қалауымен кессе болады. Мен осылай ұзыннан кесіп алып, яғни фаршымызды салып, осылай жабамыз. Осылай бір шетінен думалатып, қамырымызды, Гүл ханымызды дайындайтын боламыз. Тағы біреуін көрсететін боламын. Осылайша фаршымызды салып, яғни бір шетінен жабамыз. Осылайша ораймыз. Бір жерінен бастап орап, яғни Гүл ханымымызды осылай дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, кішкене беті қамырын осылайша турлап гүлге ұқсатып ашып жерсеңіздер болады. Оңай. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Достар, бұл Гүл ханымды, яғни қонаққа жасап берсеңіздер де болады. Қонаққа ұсынып, яғни өте керемет әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша біздің кешкі асымыз дайындап алдық. Енді біз 35 минутта пісіп шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кешкі асымыз пісіп дайын болып шықты. Өте керемет, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.